отырыңыздар, отыра қойыңыздар, ортаны ашыңыздар, жылы жайларыңызды жайғасыңыздар. Әрмен қарап бүгінгі қуанышымыздың қадірлі қонақтары, мінеке әрине бүгінгі Пернегүл анамыздың бауырларын, яғни әпкелері, сіңлілері, аға інілері, күйеу балдар, жалпы жезділер, жалпы бауырларын той төріне шақырып, әдемі ақ-тілектерін тыңдаған жүрісінде отырмыз. Ал келе қойсаңыздар, бауырлары Оңғал, Рақия, Болат, Жанар, Асыл, Бақтыгүл, Ербол, Ақтолқын, Айтолқын, Айжан, Самат, Балжан, Нұрсұлтан, Бақтыгүл өсімді бауырларды Алла қосқан қосақтарыменен той төріне шақырайын. Осындағы бөлінбейтін бөлілерді қоса кетейін. Айдос, Гүлнұр, Айбек, Мөлдір. Сіздер де қоса келсеңіздер. Бөлілер, бауырлар, той құтты болсын, қортындарын қалалай, бейлеп-бейлеп келесіздер. Ал бауырлар, көңіл күйлеріңіз қалай? Ай, тамаша, әр уақыт осында әдемі көңіл күйде жүріңіздер. Ал қуаныштарыңыз құтты болсын, мінеки бауырларыңыз көзді жұмғанша енді 60-ға кетті. Енді 60-ға кетті. Құда қаласа, әрбір тілектеріңіз алдына келе берсін. Ал енді әдемі жақсы бір тілекті, жақсы бір ниетті бастаңыздар. Сәл сабыр сақтай, тілекке құлақ асайық. Кәне кәпке. Алпысқа тұрғаның құтты болсын, немерең жастықтан асқақ болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, жастарыңа жас қоса беріңдер, денерің сау болсын. Осы дүниедегі ең жақсы бәрін сендерге тілеймін. Мынау немерелерің қызығын көріп, қарап, келін, қыздарың қызығын көріңдер, қыздарың артынан ере берсін, көре беріңдер, міне беріңдер, өсе беріңдер, бақытты болыңдар. Сол тілегім. Тыңдаған құлақ болсағар қол соқпай сұрағыңыздар жарасады әрине. Тілектеріңіз қабыл болсын, оң болсын. Ал, сәл тыныш сақтайық, сол жақтағылар. Сәл сабыр сақтайық, тілек тыңдайық. Ал, әрмен қарап, тілек жалғастырайық. Кәнеге құрметті әпкелер, қуаныш құтты болсын. Тілек өзіңізде. Басталғалы, қонақтар. Қонақтар, тишина. Той басталғалы керемет тостар болғаныр, жақсы ниеттер айтып жатыр. Мен бауырымнан туылған кішкентай балапанға бауырымның жақсы бағанада айтып жатырмыз. Құда қаласа 100-ге жетсін. Алла түйе сұрасаң береді дейді ғой. Өлшеп берген уақытын жақсы өмір сүр жаным. Ұл қызыңның рахатын ғой. Неберелерің көп болсын. Денің сау болсын, ұлағың денсаулық мықтығайлық дейді ғой. Денсаулығың мықты болсын. Алла осылардан өніп өсе бер. Құдай қаласа, барлық жақсылықтарды осы бауырлар болып тобымыз көбейіп, жастық күндерді бірге бөлісе берейік. Той-тойға жалғасын, Құдай қаласа. Осы қыз мен ана кішкентай абинаттардың үлкен тойларында қызметті қылып, міне бүйтіп тақсырден жүрейік бәріміз, Құдай қаласа. Ең үлкен ағамыз, енді Алла ниеті айтыла береді. Алла бір әкеден 4 қыз едік. Бірақ соның екеуі Аллаға керек болды. Екі ағамыз кетіп қалды, ең үлкен. Сол ең үлкен ағам баласы Асыл, үлкен қарашаңырақтың иесі. Сол сөйлесін. Рахмет әпше. Мынау жақында жазды. Сіздің отбасының шаңырақтарға қойыңыз. Марат, келін, кішкентайларыңыздың бауып беріп болсын. Әпше, әр уақытта сіздердің жақсылықтарыңызға келейік. Әр уақытта қуаныштарыңызда бірге болайық. Иншалла, бұдан үлкен тойларда Алла жасасын. Барлығында осы қуаныштық бермейді. Барлығында.
айттым ғой, екі шағым болды. Алла әйтеуір керек болды алып кетті, бірақ содан тұяқтар қалған, сол тұяқ сөйлесін ағамның ұлы Ербол сөйлейді. Вообще туғаныңыз құтты болсын, жасыңызға жас болсын. Дастарханыңыз әрдайым жақсы қожалықсын, кішкентайдың арқасынан қорғасын, ере берсін, көре берсін. Бәріңізге денсаулық, тек осындай пайда ойлап сол. Аллаға керек болды дейді ғой. Сонда бір асылымның серігі арман еді. Арманымызды да Құдай керек болды. Жас болса да, бірақ бір үйдің шаңырақтың иесі, сол келін сөйлесін. Құрметті қонақтар, бүгінгі той осы жердегі барлық жақсы тілектер періштен құлағына шамына берсін. Әпше, бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. Мына немереңіздің Құдай қаласа үлкен қыз болып, иманды, бақытты өмірде Алла бақ берсін. Өмір жасы ұзақ болсын. Сіздердің отбасыларыңызға тек қана жақсылық тілеймін. Ұлыңыз бен келініңіздің, немерелеріңіздің қызығын көріңіздер. Осы жерде жиылып отырған барша қауымға осындай той жұғысты болсын. Тек қана жақсылық, той, тыныштық болсын. Осы қыздарымыздың, осы ұлдарының барлығының үлкен қанышаңы мен Болат өнімікі. Сол Болат өнім сөйлесін, жаңа келініміз екеуі. Рахмет сөйлеп бергендеріңізге, асылы сізге де рахмет сыйлап отқандарыңызға. Осы Құдайға шүкір айтамын, әпшеміздің туған күніне мына кісілер, сонша кісілер дастархан жайып қойып жатыр ғой. Сізге де рахмет, Марат. Деніңіз сау болсын, өмірі шүкірлі бола білді. Әпшемізге айтарымыз жүзесі. Осы келіп отырған кісілердің бәріне қуаныш, бақыт, пайда өлет, табылмасын, қайратты, қан қажымаш қайрат тілеймін. Осындай той бәрімізге бұйыра берсін, Құран Азатып жүзге келе береді. Бақытты отбасы болып жүре беріңіздер. Сіздерге тек бақыт тілеймін. Рахмет мыналғы сөзімізге қол соқ тұрайық. Қалғандар жата бір-бірін күтіп алар, жақсы күтіп алар негізі. Тыңдадыңыздар ма? Шапалап қойыңыздар ондай болса. Ай, бәрекелді. Ал, тілектің ниетті. Айғы, бой десе бой бар, дарын десе дарынды, қарын десе жүр қана қарынды. Айдос мырза шығар бәні ішіндегі барында. Құттықтап, жақсы бір қол соқ қойсаңыздар. Құрмет көрсетейік. Рахмет. Негізі әпше туғаныңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, ойнап күліп, балқып шалып өмір сүре беріңіздер, сізді жоғалмасын. Айжбек қызымыз үлкен азаматша болсын, артынан ере берсін. Биік шылардан көріне берейік, тек қана жақсы тойлар болсын, той құтты болсын. Рахмет. Кім Диана? Ай, бәрекелді. Құда қаласа келесі жылы сіздің шаңырағыңызға тұсау кездерге жылда бара білейік. Енді өскен. Осы қыс айтсын ба? Бол. Әпше неге туғаныңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, балаңыз қызығын көріңіз. Құда қаласа немерелеріңіз көп болсын, Аружан сіңлімді Құда қаласа ұзатып, сол тойда кездесіп жүре берейік, бәріміз төрт көзіміз түгел. Сонау жерден мына біздің үлкен ағамыз бар, Астанада енді келе алмай қалып, соның қызы бар, бірақ қызы өзінің ұлына беріп жатыр сөзін. Неге? Өйткені ол жігіт Талдықорғаннан военный, осы күнге әдейілеп бала шағасымен келіп отыр. Сол Нұрсұлтан сөйлесінші. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, келген қонақтар, туыс бауырлар. Пернегүл апа, 60 жасқа толған мерейтойыңыз құтты болсын. Ауырғаныңыз, сырқамаңыз ешқашанда. Мұнда келіп жиналған қауымдастар, туған туыстар, бауырлар әрқашанда
көңілсіз сәттерде де, көңілді сәттерде де әрқашан бірге демеу беріп, күнделікті той құмарларда сіздерге, бізге де, бәрімізге нышан беріп, Құдай қаласа, ары қарай біздің артымыздан қалатқан ұрпақтарымыз сол негізгі дәстүрімізді, салтымызды ары қарай жалғастыра берсін. Міне Марат аға, жеңге, сіздің Айжібек деген қызымыздың тұсаукесері құтты болсын, бауы берік болсын. Әрқашанда біздің, сіздердің үміттеріңізді тек қана жоғары көтеріп, ұятқа қалдырмай, алдағы уақытта атқара берсін, тек қана үздікті таулы асуларды бағындыра берсін. Әрқашанда біз қуаныштымыз, сіздердің осындай жасап жатқан мерекелеріңізге әрқашан дайынбыз. Кез келген уақытта келіп көмек беруге рахмет сіздерге үлкен. Мерекелеріңіз құтты болсын. Болдыма қалғанымыз қосыламыз ба, реніш жоқ па? Кім? Айбек? Айтамыз ба? Ал. Болды ма? Ешкім ренжімей ма? Мен бұл микрофонды қойдың басымызға. Ал айтайық. Söyleyeyim, ostan dileklerden tutuslandım. Өсіп өне бер жанымда ұл мен қызым тек рахат қуанышын көр, неберелерім көп болсын, арқасынан ере берсін. Бақытты болып, шалып өмір сүре берсін жаным. Сен ақырынан бізде кері жүрген. Тойлар дегенде, шолларға киіп-кигізетін тоным бар еді. Бір неапартты шешіндіріп алғансыз ба, не істедіңіз? Бір қол соқ қойсаңыздар, тамаша құтты болсын. Ағада алтын бар. Бауырлардың артынан алтын. Бауырларымызда да құруғынан бір тұлпа бергенбіз. Бірақ қойшы деп, бір алтын болсын деп, алтын тағыватымыз ортаға. Тұлпаны бергенбіз сашысы десекші бұл, алтын. Рахмет. Алтын жарақлан жүре берсін, қуаныш.
қыздарыңыз Раяна мен Аяланың әдемі биіне кезекті құрайын ендеше. Қорғанашыңыздар, жылы жайларыңызға жайғасыңыздар. Бүгін мінеге апасының тойында Раяна мен Аяла қыздарыңыз жазып билеп берем дейді. Өнер сатылмайды, өнер бағалап деп кішкентай балаларымызға өнерін бағалап қол соқпайды. И мы с тобой улетели, потерял тебя во сне, сердце снова метели. Помнишь наши чувства, и мы с тобой улетели, потерял тебя во сне, сердце снова метели. Сегодня как взят, на винтики пью, пацаны висят, силы сутри, дом висят, мои братья слетать не отпустят. Там шапане, круто пахнет на коне, у него огромный танк, Чинабата, Чингисхан, Сибирхана, Ой, бәрекелді бір қол соқпайсаңыздар, қошемет, не деген кішкентай аспаңдар, қыздар аспаңдар. Сендерге деген мінеге ақша беріп жатыр, бұтымызда ештеңе жоқ, жүретіндер лаймен ойнап, қазіргілер пысық әйтеуір. Қазір 21 ғасырдың кішкентайлары біздің миымыздан да миы артық негізінде. Кем болмаса артық. Телефонда да шұқылаған кезде білесіздер ғой. Біз білмейтін нәрселерді шұқылап, қолыңа көрсетіп береді. Дегенмен де құлақ аласа болашақ қазақтың көк туын төлбеген желбірететін осындай кішкентайларыңызға бір қол соқпай қойыңыздаршы. Аман болсын. Ал ендеше құрметті қонақтар, құрметті жақсылар, енді бір отырған жерімізде бір ойын болсын. Мінекей мында маған бір 2 пакет подарок ұсынған екен. Сол сыйлықтарды ұсыну бір кішігім бір қысқа нұсқа ойын болсын. Отырған жерімізде бір ойнап, қолымызды көтересіздер. Жауап дұрыс болса, бір подарок аласыздар. Бұл салақтана, қиын емес, оп-оңай. Дайынсыздар ма? Дайындар шапалақтың білдіріп қойсын, кім дайын, кім дайын емесін көріп қойын. Ал ойын шақырылай, құрметті қонақтар. Қазір 80 жылдардағы, 90 жылдардағы кинолардың музыкасын қоямыз. Қандай кино екен айтасыздар, қолды көтересіздер, бұл салақтана. Түсінікті ғой. Ал не болса, алғашқы киномызда тыңдап көрелік. Бірінші тапқан адамға мына бір сыйлық ұсынайын. Ал, кеттік. Бұл қай кино? Стоп. Мына кісі бірінші қолын көтерді. Шағаспасам. Ал, қай кино? Кавказский пленница. Дұрыс, молодец. Бір қол соқпайсаңыз. Мынау сіздерге құтты болсын. Сіздерді көргім келіп, мына стоймадан көре алмай жатырмын ау шамасы. Ал енді келесі екінші киноның музыкасын тыңдап көрелік. Кеттік. Стоп. Мынау кісі қолын бірінші көтерді. Ай, дейсіздер, мына кісі қолын көтерді. Ал, бұл қай кино? Джентльмен удачи дейді. Жауап дұрыс. Бір қол соқпайсаңыздар, қошемет. Мынау сізге құтты болсын. Бір сұрақ қойайын, тапсаңыз сіздікі. Оңай сұрақ қойайын. Есіміңіз кім? Раушан, дұрыс мә, болды. Рахмет. Берем қазір, тыңдаңыздар. Ал, келесі музыка. Жіберіңіздер. Стоп, енді точно айтпасаңыз болмайды ау.
Мен осы бүгін тойханаға мен шыға алмай қалайын деп тұрмын ғой. Келіңіз әпке. Ал бұл қай кино? Операция «Үй». Дұрыс, бір қолса қойсаңыздар. Операция «Үй». Мынау сізге, құтты болсын. Мен подарок алған жандар тыныш отырыңдар, бақын ба? Қалғандарға отырсын енді. Ал енді келесі киноны бірден табасыздар. Қолды көтерейік. Мына кісі бірінші көтеріп қойды, әпке. Сол жақтағылар жота қатыспайсыздар, қатысып отырыңыздар. Қай кино? «Титаник». Ей, дұрыс, молодец. «Титаник» деген тез табылатын болғаннан кейін сәл кішкене подарок келді. Ал енді келесі подарок тұтқан жандар тыныш отырайық. Қалғандарға Лазерма деген. Госпожа. Қай кино? Стоп! Көкем көтерді алды. Қолды көтерейік. Қолды көтеріп беріп алды. Ал көкем. Қай кино? Белое солнце пустыни. Музыка басылмай жатырмыз ғой, білесіз ба? Мына подарок сізге, енді тыныш отырыңыз. Рахмет. Ал енді келесі кино. Кеттік. Фашистік жұмыс істейсіңдер ме? Өзі кино көріп жата бересіңдер ме? Ой, молодец, әмшіме бір шапалап қойсаңыздар. Бірлерді руха деген әмшімізге қошымен. Музыканың үшінші нотасы басталды, ұжын тауып алдыңыз. Рахмет, шапалақ. Қалсыздар да? Қошымен, қалсыздар білеміз, үш подарок ұтып алдыңыз. Ал, подарок ішінде, қанда подарок ішінде бар әлі. Ал, келесі қазір. Ал болайын, қолма болайын подарокында. Келесі музыканы тыңдап көрелік. Бұл қай кино? Стоп! Қазір мына кісі айтқасын. Қай кино? Бригада. Дұрыс емес. Бригада емес. Терминатор. Жауап дұрыс. Бір қол соқпайсаңыздар. Терминатор. Құтты болсын. Бәрекелді. Тамаша. Ал келесін бірден табасыздар. Тишине. Құтылар! Постучалась. Дверь скрипа. Ага, құлаға берейін деп ағай келеміз. Дұрыс, бір қол соқпайсаңыздар. Құтты болсын. Кабинка. Ақшаңызды. Бұл қай кино? Қол көтерейік. Басын чарш, музыканы басынан бастап. Чайын шығарды өзі, қаттырек шығаршы. Ай, молодец, один дома дейді. Өзіміздің подаркымыз өзіміз приходите деп атымыз. Еще, бір подарок берейін, мынау бақалмен шай ішіп отырық. Рахмет, шапалақ, қызымызға да бір подарок ұсынып қояйын. Ал соңғы бір музыка кеттік. Кім табады екен? Өзің бабанг. Музыканы тыңдайық. Ұш тауып қойдыңыздар ма? Сізді подарок алдыңыздар ма? Жолмайды қалғандар асын. Алып қойдыңыздар. Ал енді, әпке. Қай кино? Тақиялы періште. Дұрыс. Шапалақ қойыңыздар. Молодец. Құтты болсын. Бәрекелді. Ал енді шымында тағы да бір подарок берейін. Ол подарокыны маған Қазақта 7 ата деген атап берген адамға мына чайникті беремін. 7 атаны кім атай алады?